Армардақты ағайын, арнада көзбе-көз, сөзбе-сөз хабары. Бүгін біздің студиямызда қонақта Еңбек және әлеуметтік қорғау комитеті Қызылорда облысы бойынша департаменті номер 2 зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің басшысы Бұхарбаева Айжан Олжабайқызы. Айжан Олжабайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді осы жаңа 2023 жылда біздің студиямыздағы алғашқы қонақ өзіңізсіз. Басты шақырып отырғандағы себебіміз ең бірінші осы жылдың жаңалығы ретінде халықтың күтетіні әлеуметтік төлемдер, жалпы жәрдемақылар. Солардың көлемі қанша артты, қалай болып жатыр, кімдерге төленетін болып жатыр, осы толғандырады, ашығын айтқанда. Сол себептен де өзіңіз секілді білікті маманды арнайы шақырып, сұхбаттасып, барлығын анық-қанығын анықтап алуды жөн санап отырмыз. Онда алғашқы сауал ретінде жәрдемақылардың көлемі қаншаға артып жатыр және олар кімдерге төленеді? Осы сауалға жауабымызды алып алсақ, ары қарай сұхбатымызды өрбіте берсек. 1 қаңтар 23 жылдан бастап зейнетақы және жәрдемақы мөлшерлері арттырылды. Яғни зейнетақының мөлшері, жасына байланысты зейнетақының мөлшері 10,5%-ға, ал жәрдемақылардың мөлшері күнкөріс деңгейі мен айлық есептік көрсеткіштің мөлшеріне байланысты арттырылып отыр. Яғни жыл сайынғы дәстүр жалғасып, жәрдемақыда зейнетақының да көлемі арта береді. Жәрдемақылардың түріне тоқтап өтіңізші, қанша түрі бар, және кімдерге төленеді, кімдерге қарастырылған, қалай төленеді деген секілді. Жәрдемақылардың мүгедектігіне байланысты, асыраушысынан айырылуына байланысты жәрдемақылар. Енді жәрдемақылардың түрі көп. Сонымен байланысты мүгедек балдарға күтім жасап отырған, тәрбиелеп отырған ата-аналарға және бірінші топ мүгедектеріне күтім жасап отырған адамдарға жәрдемақылардың мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшеріне қарай көбейтілді. Енді мүгедектігі бар балаларды қарау, ашығын айтқанда, оңай дүние емес. Ол кәдуілгі балалардың өзінің еркелігі бір бөлек. Бұл балаларда еркеліктен бұрын, яғни мынау бойындағы бір мүкістікті қабылдай алмау, қабылдаған күннің өзінде белгілі бір деңгейде көңіл күйдің болмауы деген секілді мәселелер. Дәл осы балаларға арнайы жәрдемақы алатын азаматтар, арнайы тағайындалған азаматтарға төлене ме, әлде ата-анасына да қарап отырған адам ретінде төлене бере ме? Жәрдемақы мүгедек балалардың өзіне де төленеді. Сосын жаңағы осы балдарға, мүгедек балдарды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, қамқоршыларға да төленеді жәрдемақы. Яғни ол жәрдемақыны алу үшін арнайы жаңағы қарастырылған, мекемемен қарастырылған азамат болудың қажеті жоқ. Ата-ана ретінде де жәрдемақы алып отыруға барлық құқығы бар. Иә. Енді мүгедектігі бар азаматтар, жалпы енді сіздердің департамент дәл осындай бір күрделі төлемдермен айналысатын болғаннан кейін күн сайын, сағат сайын келіп кеңес сұрайтын азаматтар болатын шығар. Әрине. Енді жыл сайын осы мүгедектігі бар азаматтардың сіздерге келуші саны арта түсе ме, әлде төмендеп жатыр ма? Және де түсіндірме жұмыстары қалай жүргізіледі ол азаматтарға? Арнайы келу керек пе сіздерге? Әлде өздеріңіз де осы көгілдір экран арқылы, немесе әлеуметтік желілер арқылы бір түсіндірме жұмыстарын жүргізесіздер ме? Әрине, жыл сайын бізде арттыруларға байланысты түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Мекен жайларға да бар түсіндірме жұмыстары, осы ақпараттық жүйелер арқылы да түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады. Енді бұл жәрдемақылар күнкөріс деңгейінің өзінің бір мөлшерінде болғандықтан, ол барлығына бірінші топтың өзінің жаңағы мөлшері бар, екінші топ сол мөлшерлер көбейтіліп отырады, енді күнкөріс деңгейіне байланысты. Белгілі бір деңгейде арыз шағым, түсініспеушілік онда орын алмайды ғой. Арыз шағымдар жоқ десем болады. Белгіленген суммада белгіленеді жәрдемақыларының мөлшерлері. Яғни сол бойынша ай сайын өзінің жыл көлемінде өзінің жәрдемақысын алып отырады. Жәрдемақысын белгіленген суммада алып отырады. Енді бұл мемлекеттің тарапынан төленетін қаржы болғаннан кейін, және де сіз бен біз секілді азаматтардың
есебіне жалақысынан арнайылап бөлінген қаржы есебінен төленеді ғой. Бұл енді бұл көктен түсетін қаржы емес, арнайы бір тайқазанның ішінде жүрген қаражаттар барлығы. Тексерілмей, зерттеп, зерделенбей төленбейтіні анық. Дәл осы мүгедектігі бар немесе белгілі бір деңгейде жәрдемақы алуға құқығы бар азаматтардың мәліметтер тексерілетін шығар, мамандар арқылы қалай жүргізіледі? Бұл негізі группа ол адамның ауруына байланысты белгіленеді, тобы белгіленеді. Ал оның мөлшері, жаңағы жәрдемақысының мөлшері бізде белгіленген мөлшермен ғана беріледі. Біз зейнетақымен шатыстырып отырсыз. Зейнетақы болса, біз оның айлық табысына, оның жаңағы еңбек өтіліне, еңбек книжкасы бар ғой, жаңағы трудовой книжкасы, соған қарап біз есептейміз. Ана жаңағы аударымдарына байланысты айлық табысының. Ал жәрдемақы ол определенный сумма ғой өзінікі. Жәрдемаққа байланысты. Зерттеу жұмыстары зейнетаққа қатысты жүргізіледі толыққанды. Иә, толыққанды зейнетақы есептелінеді. Сол еңбек кітапшасы ашылғаннан бастап қанша жыл еңбек өтілі бар, оны есептеген кезде біз еңбек кітапшасының дұрыс толтырылды ма, ол мекеменің жаңағы кірген шыққандағы бұйрықтары дұрыс жазылды ма, ода жаңа түзетулер болды ма, шыққан кездегі мөрлері, мекеме мөрі анық көрініп тұр ма, солардың бәрін зерделеп қараймыз тағайындау үшін. Сосын айлық табыс өткізген кезде айлық табысының мөлшерін қарап отырамыз. Соған байланысты зейнетақы мөлшерін біз есептеп шығарамыз. Яғни дәл осы сәтте сіздің сөзіңізден түсінгенім, зейнетақы мөлшерінің дұрыс тағайындалуы үшін және де белгілі бір деңгейде түсініспеушіліктер болмау үшін дәл қазіргі сәттен бастап қызмет етіп жатқан азаматтар құжатқа қойылатын қолдар мен жаңағы басылатын мөлшердің дұрыстығына, бұрыстығына мән беріп жүру керек. Әрине. Енді белгілі бір деңгейде сондай бір олқылықтар орын алып жататын болса, оны түзетуге мүмкін бола ма? Әлде сіздер қалай жол көрсетесіз? Егер де еңбек кітапшасында түзетулер болып жатса, ол кезде біз мұрағаттан анықтама сұратамыз. Ал мұрағаттан егер табылмаған, егер де мұрағатқа түспеген жағдайда, жаңағы мекеменің құжаттары, ол кезде соттың шешімінен дәлелдеуге тура келеді ол кісілерге. Сотқа жүгінеді, сот шешім шығарады, сонымен еңбек өтілдерін дәлелдейді. Еңбек өтілдерін дәлелдеп шығады. Бірақ енді бұл бірең сараң болмаса, көбіне жиі кездесе беретін жағдай емес шығар қазіргі таңда. Қазіргі таңда еңбек кітапшалары енді көбінесе дұрыс толтырылмаған, көбінесе мекеме мөрі жұмыстан босатылған кезінде дұрыс қойылмаған, анық емес, мекеме мөрінде оқытылып тұру керек, қандай мекемеден босатылған кезде расталу керек, анық көрініп тұру керек. Сосын түзетулер көп болады. Мысалға бұйрық шыққан бұйрықтарын түзетеді. Оны мысалға ол мекеме жұмыстан шыққан кезде түзетілгенді үстінен қайта мөрмен басып растау керек. Осындай түзетілуіне байланысты деп күнін жаңа жылын қойып мөрімен қайтып растап беру керек. Ондай көбінесе бізде еңбек кітапшаларында ондай жағдайлар кездеспейді. Сондықтан мұрағат анықтамасын сұратамыз. Мұрағат анықтамасымен дәлелденбеген жағдайда соттың шешімімен дәлелдеуге тура келеді. Яғни бір жұмыстың бірнеше есеге артып кетуіне әкеп соғып отыр ғой. Әрине. Енді сіздер маман ретінде осы мәселенің барлығын анық-қанығын дұрыстап зерттеп зерделейсіздер, қарайсыздар. Дәл осы ретте сондай бір олқылық жіберетін мекемелердің басшыларына немесе мамандарына жергілікті билік арқылы немесе бір жауапты құзырлы органдар арқылы түсіндірме жұмыстар немесе ескерту жасайсыздар ма? Көбінде енді қазір жас мамандар жіберуі мүмкін сондай қателіктерді. Енді қазіргі жағдайда біз мысалға зейнетақы өзі екі төлем болып есептелінеді. Ынтымақтық және базалық болып бөлінеді. Ынтымақтық зейнетақы төлемінде біз 98 жылға дейінгі еңбек өтілдерін еңбек кітапшасымен қарап аламыз. Ал 98 жылдан кейінгілерді зейнетақы жүйесіне қатысқан уақыттар, мысалы мерзімдері аймай жаңағы аударымдар болып отыру керек қой.
солармен есепке алып отырамыз. Енді бұның көпшілігі 98 жылға дейінгі мекемелер уже жабылып қалған мекемелер ғой. Ал 98-ден кейінгілер уже зейнетақы жүйесіне қатысқан мерзімдері есепке алынып отырады. Түсінгенім бойынша, яғни сондай қателіктерге, олқылықтардың орын алуына жол бермес үшін әрбір мекеме өзінің маманның сапалылығына мән беру керек. Заңды, заңнамаларды білуіне, жаңағыдай сіздердің алдарыңызға барған кезде белгілі бір азамат зейнетке шығушы, опық жеп қалмау үшін, жапа шегіп қалмау үшін, яғни бір жерде бір құжатты істету үшін бірнеше жерге барып сандалмау үшін дәл сондай заңдылықтарды сақтай отыра алу керек қой мамандары. Әрине. Мысалға, жұмыс беруші аймай осы өзінің жұмысшыларына аймай әлеуметтік жаңағы зейнетақы жарналарын аймай аударып отыру керек. Өйткені еңбек өтіліне 98 жылдан кейінгі еңбек өтіліне кіретін осы аралықтар енді тікелей әсер етеді еңбек өтіліне. Сол үшін аймай аударуға әрекет жасау керек. Бұл міндетті, жұмыс берушінің міндеті аймай жаңа зейнетақы жарналарын аударып отыру. Яғни мен оны жұмысқа алдым, немесе жұмыстан шығардым деген негізгі мәселелерден бөлек, дәл жаңа сіз айтып отқан күрделі, қарапайым болса да күрделі болып есептелетін тақырыптарға да өзі басшы мән беріп отыру керек қой. Қалай болып жатыр, аударылып жатыр ма, аударылмай жатыр ма? Әрине, зейнетақы жарналары енді осы 80 жылғылардан бастап, уже 98 жылғылар 18-ге келеді ғой. Сол уақыттан бастап уже осы отчислениемен пенсиядағы жаңа зейнетақы жарналарына байланысты еңбек өтілдері есепке алынатын болады. Айжан Олжабайқызы, жалпы жылдың басталғаны жаңа. Өзіңіз айтқандай, барлығы жылдағы дәстүрге сай мемлекет тарапынан жәрдем ақы алуға құқығы бар, және де мүгедектігі бар азаматтардың жәрдемақы алуы, олардың жәрдемақы мөлшерінің өсуі қалыпты түрде жүзеге асып отырады. Дәл осы жұмыстардың алдағы уақытта ешбір кедергісіз, ешбір мүдіреусіз жүруіне біз тілектеспіз. Енді қанша дегенмен де өздеріңіз осы салада бірнеше жылдан бері қызмет етіп келе жатқан маман болғаннан кейін әрбір нәрсенің мінсіз болуын талап етесіздер де, қалайсыздар да. Яғни жоғарыда өзіңіз айтқандай, белгілі бір жерде болмашы нәрседен мін кететін болса, азаматтың тағы да айтылуға тура келеді, сандалып қалуына әкеп соғып жатады. Сол себептен де әрбір маманның білімді, білікті болуын біз тілейміз, қалаймыз, және де осы елдің азаматы заң алдындағы құқығымыз тең азамат ретінде талап етуге де барлық құқығымыз бар деп есептейміз. Студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын. Алдағы уақытта да өзіңізбен немесе өздеріңіздің тікелей басшыларыңызбен сұхбаттасып, сұрақтарымызға сауатты жауап аламыз деген үлкен үмітіміз бар. Алғысымызды білдіреміз тағы да. Ардақты ағайын, құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.